Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында пицца дайындаймыз. Кеттік. Ыдысымызға сүт, сұйық май, жұмыртқа, ашытқы, қант, тұз бәрін қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне еленген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Үстіне сары майымызды құйып, тындырып қоямыз. Пергамент қағазымызға манкамызды сеуіп аламыз да, қамырымызды жұқалап жаямыз. Шеті әдемі болу үшін осылай өріп қойсаңыздар болады. Майонезімізбен соусымызда кетчуп болса кетчупты салып, осылай жақсылап жайып шығамыз. Сырымызды себеміз. Колбаса, қызанақтарымызды болса жайып шығамыз. 200 градустық пешке жарты сағатқа пісіріп алып, бетінен сыр сеуіп, осылай тағы 5 минутта ертіп аламыз. Ас болсын.